Отбасы шағын мемлекет. Ол мемлекеттің бірлігі мен ынтымағы сонда мекендейтін ата-ананың баламен қарым-қатынасына тікелей байланысты. Жат ағымды насихаттаушылардың құрығына көбіне ата-анамен байланысы нашар балалар түсіп жатады. Сондықтан әрбір бала қандай жағдай болмасын, өз әкесі мен анасына ашық айталатындай достық әрі жақын байланыс орнатуы қажет. Бұл бүгінгі қоғамның талабы, яғни баланың бас ұстазы ата-ана екенін естен шығармау керек. Баласынан көз жазып айырылып қалатындай жағдай болса да, зар мен мұң тек ата-анаға ғана. Сіз жаңа жауапкершілікті аудара салам, соған жаба салам, осының кінәсі етті біреуден көре салам деген адамыңыз көп болса жұмыстан шығып кетеді. Болмаса оған шара көрер. Бірақ тікелей көп қайғыратында, қасірет тартатында ата-ана. Сондықтан ата-ана баланы бір қоғам маған тәрбиелеп береді, болмаса мұғалім тәрбиелеп береді дегеннен гөрі бірге тәрбиелеуге көшу керек. Кемеңгер Абай балаға көбіне 3 түрлі мінез жұғады. Біріншісі ата-анадан, екіншісі ұстаздан, үшіншісі құрбысынан дейді. Ұрпақ әрі жанұяның бақыты. Сондықтан ата-ана өз баласының алдында білімді, парасатты, үлгілі тұлға болып қалыптасқаны дұрыс. Сонда ғана ертеңгі күнімізге сеніммен қадам баса аламыз.